Мен 43 жастағы әйелмін. 3 баланың анасымын. Өмірімде талай қуаныш пен сынақты бастан өткердім, бірақ сол бір түн менің санамда мәңгілік із қалдырған ең ауыр түндердің бірі болды. Жолдасым соңғы 2 жылда мүлде өзгеріп кетті. Баяғы еңбекқор, сабырлы, отбасының тірегі болған адамнан жұрнақты қалмады. Ішімдікке салынып күн сайын үйге мас күйінде келетінді шығарды. Әуелі жұмыстан қысқартылды, кейін қолындағы барын ішімдікке жұмсайтын адамға айналды. Үйдегі тыныштық жоғалды. Балалар әкесін көрсе, біресе үрейленіп, біресе жалығып кететін болды. Мен әуелде бәріне төздім. Бәрі өтеді, адам өзгерер, өмір түзелер деп өзімді жұбаттым. Бірақ уақыт өткен сайын ол тіпті басқа жолға түсіп бара жатқандай болды. Достармен бас қосып, түннің бір уағында кетіп таң атпай келетінді шығарды. Ал соңғы сорақылығы көрші ауылдың сиырын ұрлауға қатысқандығы еді. Сол түні полицей көлігімен алып кеткенде жүрегімде сан түрлі сезім арпалысты. Ұят, қорқыныш, ашу, өкініш бәрі бір сәтте келіп бойымды билеп алды. Қараңғы көліктің ішінде отырғанда өмірімнің осы сәтке қалай жеткенін, қателік қай тұстан басталғанын ойладым. Полицей азаматтармен бөлімшеге барып, қыруар қағаз толтырып, сұрақ жауап алынып, таңғы 4-ке дейін жүріп қалыппын. Жолдасымен қасындағы сыбайласын алып қалды. Яғни уақытша қамалды. Қанша жерден арақ ішіп, маған қол көтеріп, айқай шығарып, бірде бір жақсы қасиеті қалмаса да, оған деген аяныш сезімі ішімді жегідей жеді. Біз жылы төсекте жатқанда бұл қасқамында қалама деп өзімді қинадым. Бір қызметкер жігіт маған жақындап, сіз қайта берсеңіз болады деп кетуімізді түсіндірді. Мен үйге жететін таксиге ақшамда жоқ екенін айтуға арланып үнсіз тұрдым. Сол ұзын бойлы сары жігіт, мен сізді апарып тастайын деп сыпайылық танытты. Қыс уақыты болатын. Мен дубленкамды қолыма ұстап машинаның артқы жағына отырдым. Жол бойында жылап баратырмын. Рөлдегі полицей жігіт айнадан мені көріп, мен сізді түсінемін. Жолдасыңыз болғасын сүйесіз, жылайсыз. Ол бірақ қылмыс жасап отыр, жазасын алу керек. Деп тіл қатты. Бірақ кез келген ситуациядан шығатын жол болады ғой. Солай емес пе? Деп өзіме қарсы сұрақ қойды. Әрине, ол мүмкін болса керемет қой. Деп жауап бердім. Үйіміз отельдан алыстау еді. Ұзақ жүрдік. Үйге жеткеннен кейін полицей жігіттен тағы сұрадым. Сіз жана күйеуімді босатудың жолын айтып бастап едіңіз ғой. Деп сұрағанымда, ол маған күлімдеп қарап, ажарлы екенсіз. Деп жымиып кетіп қалды. Иә, мен сұңғақ бойлы, ернім томпақ, көзім мөлдіреген, қара торы келіншекпін. Хордай сұлу емеспін, бірақ жиі комплимент пен жылы лебіздер аламын. Қыз кезімдегі көркім қалмаса да, барымша күтінемін. Мен полицей жігіттің жұқалап айтқысы келгенін түсіндім. Қалай болғанда да үлкен әйелмін. Ол менен ақша дәметпегені айдан анық, себебі біздің шамалы тұратынымызды көрді. Арада 4 күн өтті. Енем мен қайын апам келіп, мал ұрлаған күйеуімді емес, мені жазғырып ұрсып қарғап кетті. Сендерді асыраймын деп сол қадамға барды. Енді бірдеме қылып неге шығармайсың деп дымымды қалдырмады. Сол күні кешкісін жолдасыма барып қайттым. Әлгі жігіт жұмыста жүр екен. Есіктің алдына темекі тартуға шыққанда тағы күлімдеп сол сұрақты қойды. Сонымен ойландыңыз ба? Деп маған қарады. Мен көп ойланбастан, иә мен бәріне дайынмын, тек оны босатсаңыз болды. Дедім. Ол менің нөмірімді жазып алды. Үйге келдім. Түнгі 11 шамасында WhatsApp-ыма сол жігіттен хабарлама келді. Бүгін түнде барсам шыға аласыз ба? Деді, мен жақсы деп жуынып киініп дайын отырдым. Өзімнен жиіркене бастадым. Жолдасым ішіп ұрып жүрсе де алғашқы еркегім. Тәніме одан басқа адам жақындап көрмеген. Мен үшін бұл бір қылмыс және лас әрекет болып саналды. Полицей жігіт келіп, мен отырдым. Үйден шамалы алыстау жерге барып тоқтадық. Жүріңіз арт жаққа отырайық. Деп мені артқа қарай ауыстырды. Бүгін негізі демалысым. Бір қағаздарды апару керек болып барған едім. Деп әңгіме бастады. Сыра ішті. Маған ұсынды. Мен ішіп көрмегенімді айттым. Аздап сөйлесіп отырып мені бұрыннан танитындай еркін қозғалып менің мойнымнан сүйіп алақанымен төмендегі әрпімді киімнің сыртынан сипады.
Мен дірілдеп қорқып жаман күйде отырдым. Ол маған қарап, бойыңды бос ұсташы. Қорықпаш деп, енді сіз деп емес, сен деп еркін сөйлесті. Уайымдама, жолдасыңды босатуға көмектесем деп мені тағы алдаусыратты. Менің ернімнен тістеп сүйіп денемді киімнен босатты. Өзі де шешініп мені алдына отырғызды. Әзір сайманын салмады. Алдына отырғызып екі алмамнан тілінің ұшымен қытықтап еме бастады. Мен қалай болғанына таң қалдым, бірақ манағы қобалжу тоқтап, бойыма ерік бердім. Маған ұнай бастағанына ұяла бастадым. Ол емген сайын менің ырсып, анарларым қатайып, ұшы үрпейіп бойым ысып бастады. Астымдағы гүліме сайманымен сипатып дымқылдатты. Тоқтай тұршы, астымызға төсейін деп бір матаны төсет. Өзі қыз құмар, бұрыннан осының барлығын жиі жасап жүргені айдан анық белгілі ғой. Менің дайын екенімді көріп сайманына қабын кигізіп дымқыл ортаға бойлатты. Белін ұрғылап ынырсып уфлеп жатыр. Сайманың еткен жуан еді, басында ауырсынып, шамалы уақыттан кейін жылтырап еркін қозғалып дымқылданып тәтті болды. Есімнен танып рахат алдым. Бұл жігіт менен 5-6 жас кіші екені көрініп тұр. Ол да, мен де жасымызды сұрамадық. Себебі әр қайсымыз өз пайдамыз үшін екенін білдік. Екінші мәртені бастаған кезде артыммен бұлай жатшы, беліңді жоғары көтерші, иә, осылай, иә деп артымнан ұрғылай бастады. Соққан сайын ауыртпады. Мен үшін тәтті болды. Бұл бір махаббатпен болған жанасу болмаса да, өзгеше есімде қалды. Сол түннен кейін бір-бірімізді көрмедік. Ол уәде еткендей жолдасым бір жұмадан кейін босап шықты. Қасындағы сыбайласы 3 жылға отырды. Бұл түн үшін мен өзімді әлі күнге дейін жиіркенішті жеңіл жүрістегі әйел секілді сезінемін. Сабақ болар, бастан кешкен оқиғама қатты сын айтпасындар. Өз өміріме өзім жауап беремін. Не болса да отбасымыз аман болса шалайық.